Бәлекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда түскі формат. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар, алдымен аңдатпа. Блок бекеттер қайта қойыла бастады. Елімізде коронавирус өршіген аймақтарда қауіпсіздік шаралары қатаңдатылып, вирустың ушығатын уақыты белгілі болды. Жалпы республикада өткен жылдың қараша айынан бастап адамдардың жаппай коронавирус инфекциясын жұқтырғаны байқалады. Болжамды сценарий қандай? Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева айтып береді. Табыс салығы қайтарылады. Қазақстандықтардың артық ұсталған ақшаларын алуына рұқсат берілді. Талаптары қандай? Жазаға жеңілдік. Сотталушылардың жазасын өтеу мерзімі кітап оқуына байланысты қысқартылмақ. Жаңашылдықты енгізген қай өңір? Бір тиын алмады. Атыраудағы балық кәсіпорны жергілікті әкімдікпен соттасып жатыр. Олар 2 жыл бұрын құрылған бекіре үшін өтемақы алмаған. Саладағы мәселелер қашан шешіледі? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы алдағы 50 минутта. Енді рет-ретімен наурызда тәулігіне 6-9 мың адамға дейін коронавирус жұқтыруы мүмкін. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі үкімет отырысында мәлімдеді. Алексей Цойдың айтуынша еліміздегі эпидахуал бүгіннің өзінде қуантпайды. Қазақстанда ушыққан жағдайға байланысты мамандар екпе жұмыстарында күшейтеміз дейді. Елдегі эпидахуалды бағалау бойынша матрицасын жақсарту үшін еліміздің 4 облысында блок бекеттер қайта қойылды. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева еліміздегі коронавирустың қалай таралып жатқанын біліп көрген еді. Айтып беруге дайын. Мейрамгүл, қайырлы күн. Сөз өзіңде. Армысыздар. Коронавирус инфекциясына қатысты ахуал елімізде ғана емес, әлемде үнемі ауытқып тұр. Қазір аты жаман індет Азияның оңтүстік шығыс аймағында ғана бәсеңдеген. Ал Қазақстан мен Түркия елдері әзірге сары аймақта тұр. Бірақ соның өзінде елімізде эпид жағдай тұрақты деуге болмайды. Бір қуантатыны, коронавирустың британдық штамы елімізде анықталған жоқ. Дегенмен министр коронавирус наурыз айында қаһарына мінеді деп болжап отыр. Тіпті тәулігіне 9 мың адамға дейін қауіпті індетке шалдығады дейді. Бұл әрине ең жаман жағдайда. Сондықтан қазірден бастап коронавирусқа қарсы вакцинаны күшейтіп, ұлттық екпе күнтізбесін енгізуді көздеп отыр. Вакцина жүргізу бойынша әдістемелік жоспары әзірленген. Екпе жұмыстарының 1 ақпанда басталатынын еске сала кетейін. Министр ең алдымен мұғалімдер мен дәрігерлер егіледі деді. В целом республики с ноября месяца. Жалпы республикада өткен жылдың қараша айынан бастап адамдардың жаппай коронавирус инфекциясын жұқтырғаны байқалады. Жүйелі есепке алу мақсатында вакцинациялаудың электронды паспорты әзірленді. Вакцинация жүргізу туралы деректер министрліктің орталықтандырылған ақпараттық жүйесінде электронды форматта жүргізіледі. Бұдан бөлек елімізде қызыл аймаққа кірген облыстар саны да артып барады. Мысалы, күні кеше ғана қауіпті аймақта 4 облыс пен Нұр-Сұлтан қаласы ғана болса, бүгін қара тізімге солтүстік Қазақстан өңірі де енді. Коронавирус құрсауында қалған аймақтарда блок бекеттерді орнату қолға алынды. Айта кетейін, солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында демалыс күндері локдаун енгізілетін болды. Қызыл аймақтағы өңірлердің бас санитарлық дәрігерлері жаңа қаулыға қол қойған. Ішкі істер министрлігі карантиндік және шектеу шараларын қамтамасыз ету бойынша денсаулық сақтау органдарына көмек көрсетуді жалғастыруда. Бас санитарлық дәрігерлерінің қаулысына сәйкес еліміз бойынша 15 санитарлық, Алматы облысында 9, Қостанай облысында 4 және Ақтөбе облысында 2 және 4 блок бекет Атырау облысында қойылған. Карантиндік іс-шараларға 10 мыңнан астам полиция мен ұлттық әскери қызметкерлері жұмылдырылған. 290 карантиндік объектінің бақылауда. Ал денсаулық сақтау министрі республикада қараша айынан бастап коронавирус инфекциясын жұқтырғандар тенденциясы қараша айында 1-4,5 есеге өскен айтып отыр. Желтоқсанда бұл көрсеткіш 1-2 есеге артқан. Алексей Цой коронавирустың белең алуына, мереке күндері сақтық шараларына құлақ аспаған халықты кінәлайды. Сондықтан карантин шараларын сақтауды тағы бір еске салды. Студия мендегі әзірге осы. Қалай болғанда да ең бастысы сақтық шараларын сақтау. Рахмет, Мейрамгүл.
Коронавирусқа қарсы дәрі-дәрмек қорына ревизия жүргізілсін. Үкімет жасақталғаннан кейін алғаш селекторлық отырыс өткізген Асқар Мамин қол астындағыларға бүгін осындай тапсырма берді. Сондай-ақ жауаптылар инфекциялық ауруханалар мен бастапқы медициналық санитариялық көмек ұйымдарындағы жеке қорғаныш құралдарының бар жоғына толық тексеру жүргізуге міндеттеме алды. Үкімет басшысы мұның бәрін алдағы бір апта ішінде реттеу қажеттігін ескертті. Әрі орынбасары Ералы Тоғжанов тапсырманың орындалуын жеке бақылап, күн сайын оған есеп беру тиіс. Сонымен қатар бір апта мерзімде инфекциялық ауруханалар мен бастапқы медициналық санитариялық көмек ұйымдарында жеке қорғаныш құралдар мен ковидке қарсы дәрілердің қорына ревизия жүргізсін. Өңірлерде бақылау мен санитариялық эпидемиологиялық нормалардың қатаң сақталуы қамтамасыз етілсін. Ералы Панұлы, жалпы бақылау сізде. Қарағанда шығарылған ресейлік Спутник V вакцинасының алғашқы 6000 дозасы тексерістен сәтті өтті. Енді сәйкестік паспорты алынғаннан кейін вакцина Қазақстанда ресми тіркеледі. Қарағанда фармацевтика кешені бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Владимир Фольмердің айтуынша, алғашқы коммерциялық топтама келесі айдың соңында шығарылмақ. Зауыт 80-90 мың доза өндіруді жоспарлап отыр. Ол да сапа сараптамасынан өткізілу үшін Ресейдің Гамалея институтына жөнелтілетін болады. Еске салайын, елімізде Спутник V вакцинасын алдын ала тіркеу 2021 жылдың 26 қаңтары мен 11 ақпан аралығында өтеді деп жоспарланған. Вакцинаның өндірістік топтамасын жеткізу 2021 жылдың 12 ақпанында басталмақ. Евразия сақтандыру компаниясы ковидпен ауырғандарға 66 миллион теңге өтемақы берді. Осылайша коронавирустың бірінші толқында 133 азаматқа төлем жасалды. Оның ішінде 80 медицина қызметкері бар. Ұйым басшысының сөзінше бастапқы кезде азаматтар арасында компанияға деген сенім болмады. Сондықтан өзін және туыстарын коронавирус инфекциясынан сақтандыруға асықпады дейді. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш компания 2020 жылы ақпанда таралып жатқан індеттен сақтандыратын жоба әзірледі. Ал оның еншілес ұйымдары ковидтен көз жұмғандардың туыстарына үлкен сома төлеуді қарастыратын бағдарлама дайындаған. Осы бір аты жаман ауру тағы бір қазақ нар тұлғасын алып кетті. Бүгін таңертең ел арасында тайлақ атанып кеткен Әлімғазы Райымбеков 85 жасқа қараған шағында көз жұмды. 1936 жылдың 1 желтоқсанында Алматы облысында дүниеге келген Әлімғазы Райымбеков алғашқы еңбек жолын ауылда жүргізуші болып бастаған. 1965 жылы алғашқы ән қанатында фильмінің спорттық іс-шараларына шақырту алған. 1966 жылы қилы кезең кинокартинасына түскен. Қазақстанның мәдениет қайраткері Алматы облысының құрметті азаматы Әлімғазы Смағұлұлы қазақ кино әлемінде өшпес із қалдырған тұлғалардың бірі. Соның бірегейі есі қазақ сүйсініп көретін Шәкен Аймановтың Тақиялы періште фильмінде басты рөлді сомдады. Одан өзге Көгілдір такси, Қан мен тер секілді 10-нан аса киноға түскен. Әлімғазы Райымбеков өмірінің соңына дейін қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, жас ұрпақты тәрбиелеуге үлкен үлес қосты. Қайғылы қазаға байланысты Атамекен бизнес арнасының ұжымы атынан қайғырып көңіл айтамыз. Коронавирус демекші, қытайлар санитарлық шектеуді күшейтіп жатыр. Неге екен дәл қазір әлем жаңалықтарында білеміз. Қайырлы күн Айжан, жағдай Қытайда қиындап кетті. Сол себепті қазір арнайы орталықтар ашылып жатыр. Бұл туралы сәлден соң. Шірген байлар мен сіңірі шыққан кедейлер арасындағы жік ұлғайып барады. Індетке қарсы екпе тең таралып жатқан жоқ, әлемді пандемия емес, адамгершіліктің жоқтығы құртады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Аданом осындай мәлімдеме жасады. Бүгінде әлемнің 49 елі 39 миллион доза вакцинамен қамтамасыз етілген, соның тек 25 дозасы ғана жағдайы нашар елдерге жеткен. Бұл әділетсіздік, деді ұйым жетекшісі. Сондықтан ауқатты мемлекеттер дамушы елдерге қарайласуы керек. Түптеп келгенде біраз уақыттан соң екпе барлығына бірдей жетеді, бірақ дәл қазір бірлесіп әрекет етпесе коронавирус құрбандарының саны көбейе түсері даусыз. Соңғы мәлімет бойынша вирус жұқтырғандар саны 93 миллионнан асты. Өкінішке қарай 2 миллионнан аса адам індет кесірінен көз жұмды.
Көптеген вакцина өндіруші мемлекеттер ауқатты елдермен келісім шарт жасасып пайда табуды ғана көздеп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен жасалған келісім жайына қалды. Мұның соңы әлеуметтік және экономикалық аласапыранға алып келеді. Әлемдегі әлжуаз топқа қауіп төнеді. Салдарынан пандемия ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Жазға дейін Еуроодаққа кіретін елдер аймақта тұратын ересектердің 70%-ны екпе салып үлгереді. Жарты жылда медиктер мен жасы 80-нен асқан қарттардың кемі 80% вакцина алады деген жоспар бар. Бейсенбіде кәрі құрлық елдердің жетекшілері бейнеконференция өткізіп вакцинаға қатысты ортақ сертификат қабылдау мәселесін талқылайды. Бұл өз кезегінде өңірдегі халықты екпемен тең дәрежеде қамтамасыз ету үшін керек. Әзірге Еурокомиссия 6 компаниямен келісім орнатып, олардан 2 миллиардтан астам доза сатып алған болады. Келесі жылдың соңына дейін 750 миллион доза вакцина жеткізіледі. Жоспар жақсы болғанмен іс жүзінде еуропалықтарға да вакцина уақытылы жетпей жатыр. Басты мақсат адам өмірін сақтап қалу. Әзірге жоспарға сай жұмыс істеп жатырмыз. Қазір қарттар арасында өлім жітім көп. Осы уақытқа дейін Британияның 4 миллионнан астам азаматына екпе салып үлгердік. Қазір аймақтағы басқа елдермен салыстырғанда бізде екпе салу жұмысы өте жылдам жүзеге асуда. Тәулік бойы қызмет көрсетудеміз. Қытай санитарлық шектеуді күшейтіп, жаңа оқшаулау орталықтарын салуға кірісті. Қазір бұл жақта жаңадан вирус жұқтырғандар саны 109, оның 16-сы сырттан келгендер. Бүгінде елдің Хебей провинциясындағы жағдай қиын. Ковид шыққандардың басым көпшілігінде аурудың белгісі жоқ, сондықтан оларды анықтау да оңай болмады. Қазір Қытайдағы еріктілер жер-жерді жаппай дезинфекциялау жұмыстарына қатысып жатыр. Қытай биыл коронавирусқа қарсы вакцина сатудың арқасында экономикасын 7%-ға өсіреді. Кредит Суisse осындай болжам жариялады. Швейцариялық қаржы конгломератының ақпараттарына сүйенсек, әлем экономикасын екпенің көмегімен қайта қалпына келтіру Қытай экспортының өрісін кеңейтеді. Одан бөлек тұтыну қабілетінің артуы ішкі экономикалық өсімнің негізгі қозғаушы күші болады. Сарапшылар шығыстағы көршінің экспорты тұрақты. Жаһандық рецессия кезінде көрсеткіштер айтарлықтай төмендеген жоқ, сондықтан елдің жалпы ішкі өнімінің өсімі биыл 5,6 емес, 7,1% болатынын айтады. Рецессия ұзаққа созылады, әрі оның зардабы ауыр болады. ақш-тың қаржы министрі қызметін атқаруға келетін Джанет Йеллен осындай мәлімдеме жасады. Ол бұрын федералды қор жүйесін басқарған білікті маман. Байденнің командасына қосылған Джанет Йеллен, егер Конгресс экономиканы ынталандыруға арналған жоспарды мақұлдамаса, жағдай қиындай түседі деп айтты. Оның пікірінше, вакцинаны тарату, мектептерді ашу, қоғамдық қызметті қалыпқа келтіру үшін қосымша қаржы қарастырмаса болмайды. Ал Азияда сұраныс төмендегендіктен мұнай арзандай бастады. Бұл өңір негізінен Шығыс Сібір мұнай құбыры арқылы Ресей шикізатын тұтынады. Тынық мұхиты арқылы тасымалданатын өнім $1 арзандады. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Шығыс елдеріндегі жағдай мәз емес. Індет өршіп барады. Жапония төтенше жағдай жариялады. Қытайдың біраз ауданы санитарлық шектеулерді күшейтті. Үндістанда жанар жағармайға деген сұраныс жыл басталғалы төмендеп кеткенін хабарлады. Аталған елдер Азиядағы ең ірі шикізат тұтынушылар. ақш доллары нығайғандықтан кеше 1%-ға жуық арзандаған бренд маркалы өнімнің наурыз айындағы фьючерсі бүгін $0,5-ға көтеріліп $55 асты. WTI-дің барелі $52.28 саудаланып жатыр. Қазір нарық Байденді ұлықтау рәсімнен кейін қабылданатын шешімді күтуде. Ол жаңа экономикалық жоспарды таныстырып, ол үшін $2 триллион жуық қаражат бөлінетінін хабарлаған еді. Егер бәрі ойдағыдай болса, қуат көздеріне деген сұраныс артуы тиіс. Оптимистік болжам жасаған сала сарапшылары биыл қара алтынның барелі $60 дейін жететінін айтты. Әлемдік картинадан көрген түйгеніміз осы. Айжан, тізгінді өзіңізге қайтардым. Мұнай бағасына қазіргі кезде мұнай өндіруші елдердің барлығы қарап отырғаны белгілі. Бұл қатарда Қазақстанда бар. Рахмет, Қайырбек. Мұнайға қатысты ақпарат ағымдағы жылы бюджет дефициті болмайды. Қаржыгерлер қауымдастығының мамандары мұнай бағасының қалпына келуі Қазақстанда шикізат өндірісін арттырумен қатар мемлекет кірістерін және сәйкесінше үкіметтің қаржысын қолдауға мүмкіндік береді дейді. Сонымен бірге Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы елдің негізгі экономикалық көрсеткіштері бойынша нарықтың кәсіби қатысушыларына жүргізілген сауалнаманың нәтижесін ұсынды. Көрсеткіштерге сәйкес сарапшылар биыл жалпы ішкі өнім өсімі 2,7%
пайызға дейін жетеді дегенді алға тартты. Өткен жылға аталған статистика 2,5 пайызға тең болған. Бұған дейін қаржы саясатында пандемия салдарынан нақты шешімдер болмаған. Енді билік бұл мәселеге атүсті қарамауы тиіс. Сонымен қатар мамандардың мәліметіне сәйкес ақпанның ортасына $1 бағамы 419 теңге 64 тиын деңгейінде болса, бір жылдан кейін көк қағаздың бір данасы 431 теңге 6 тиын төңірегінде саудалануы мүмкін. Базалық мөлшерлеме қаңтарда 9%-ке дейін қалуы тиіс, бірақ 2021 жылдың аяғында ол 25 базистік пунктте төмендеуі ғажап емес дейді сарапшылар. Қазақстандық кәсіпкерлердің салық рейтингісі зардап шегуі мүмкін. Себебі 2018 жылы қолданысқа енген салық кодексіне өткен жылдың желтоқсанда өзгерістер енгізілді. Бұл туралы Атамекен кәсіпкерлер палатасына қарасты бухгалтерлер клубының жетекшісі Юрий Тлеумиратов мәлімдеді. Оның айтуынша, елдегі барлық есепшілерге салықтық түсіндірмелерді қайта есептеу қажет және соңғы 3-90-ның есеп қисаптарын қайта тапсыру керек. Салық кодексіндегі негізгі өзгерістер азаматтық құқықтық шарт бойынша қызмет көрсететін адамдарға қатысты. Демек, бұл 10 мыңдаған адам деген сөз. Олардың қатарына кеңсешілдер, журналистер, жазушылар мен әртістер сынды мамандар кіреді. Бұған дейін жеке табыс салығы кірістерден зейнетақы жарналары мен сақтандыру төлемдерінен алынатын. Енді жаңа ережелерге сәйкес алдымен жалақыдан барлық төлемдер алынады. Содан кейін қалған салық мөлшері есептеледі. Есть такая система управления рисками. Салық органдарында есептерді қайта ұсынған жағдайда тәуекелдерді басқару жүйесі бар. Ол салықтық есептерді қайта тапсыру немесе ондағы мәліметтерде өзгеріс болған жағдайда орын алады. Әрине, бұл кезде рейтинг төмендейді. Салық органдарында төменгі, ортаңғы және жоғарғы тәуекелдер бар. Әрине, бұл тұста бірқатар кәсіпорындар өздерінің рейтингтерін төмендетіп алады. Жауапты органдарға салықтық тексеріс жүргізуге мүмкіндік туады. Қазақстандықтар артық ұсталған жеке табыс салығын қайтарып ала алады. Есте болса, Атамекен ұлттық кәсіпкерлері палатасының өкілдері аталған салықты ұстау тәртібіне өзгерістер енгізу кезінде салық қызметкерлері қате есеп жүргізгені туралы мәлімдеме жасаған. Мемлекеттік кірістер комитеті аталған сынға қатысты түсініктеме берді. Айтуларынша, нормада қателік жоқ. Өз уақытында салық салынатын табыстан міндетті зейнетақы және әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары алынып тасталмаған. Осыған байланысты жеке тұлғалар табысының шамамен 11%-на аталған салық салынды. Осы себепті табыс кодексіне өзгерістер енгізілген. Салық төлеушілер, яғни жұмыс берушілер, мекемелер олар қосымша салық есептілігін тапсырады және одан кейін оның бет есебінде қалыптасқан артық төленген салық сомасын оның қайтарып алуына құқығы бар. Ол үшін тиісті өтінішін электронды түрде жолдауға болады. Ол салық артық төленген 5 жұмыс күні ішінде бюджеттен қайтарылып беріледі. Бұрын 2021-ге дейін ол 10 жұмыс күні болатын, қазір 2 есе қысқарды бұл мерзім. Ал ипотекалық бағдарламалары бойынша қарастырылатын салықтық жеңілдіктер 2025 жылға шегерілді. Атап айтқанда, ипотекалық қарызы бар азаматтарға ай сайынғы жеке табыс салығы пайыздық мөлшерлемесіне сай аз есептеледі. Алайда әзірге мұндай мүмкіндік тек отбасы банкте ғана бар. Өзгелеріне де енгізу енді тағы 5 жылға кейінге қалды. Аталған өзгеріс салық және өзге де бюджетке міндетті төлемдер туралы кодекске толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасында қарастырылған. Қаперде болса, осыған дейін қазақстандықтар жеке табыс салығы дұрыс есептелмей келгені анықталып, дау туғызған еді. Содан бері елімізде аталған салық түрін есептеу жіті бақылауға алынды. Оңалту шараларын жасаймыз деген сылтаумен банкротқа жібермек. 60 жылдық тарихы бар Рудный кірпіш зауытының құрылтайшысы осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, кәсіпорында тығырықтан шығару тиіс дағдарыс менеджерлері қайта зауытты тезірек жауып тастауға әрекеттенуде. Сот шешіміне орай олар өнеркәсіпті қаржы дағдарысынан алып шығарулары тиіс. Бірақ бұл зауыт басшылығы келгелі бар шаруа алға басудың орнына қайта кері кетіп барады дейді кәсіпкер. Кірпіш зауыты қосымша құн салығы мен
бизнес әріптестеріне 150 миллион теңге қарыз. Қарызды өндіріп алу мақсатында кәсіпорынға оңалту шараларын жүргізу туралы сот шешімі шығарған. Бұл шара 5 жылға созылуы тиіс. Осы уақыт аралығында сырттан тағайындалған оңалту менеджерлері зауытты дағдарыстан алып шығулар керек. Алайда құрылтайшы Медғат Досымбектің айтуынша, дағдарыс менеджерлері келгеннен соң зауыттан кірпіш ұрланған. Қарыз сомасы көбеюде. Кірпіштер өзіндік бағасынан арзанға сатылды. Осыған орай аудиторлық тексеру шараларын өткізуге көмек сұрапты. Я получил аудиторское заключение. Аудиторлық тексерістің нәтижесі бойынша менің мүлкіме 190 миллион теңге зиян келтірген анықталды. Осыған орай прокуратураға шағым бердім. Олар оны экономикалық тергеу департаментіне жіберді. Бұл департаментке ешқандай процессуалдық шешімдер қабылданған жоқ. Мемлекеттік кірістер департаментінен де ешқандай реакция жоқ. Ал оңалту менеджері құрылтайшының бұл сөздерін жоққа шығаруда. Барлығы заңға сай жасалуда, ешқандай кірпіш ұрланған жоқ. Зауыттың дүние мүлкіне де зиян келмеген. Кірпіштің бағасы тұрақты сатып алушыларға жеңілдетілген бағамен сатылды. Бірақ Медғат Досымбеков оңалту менеджерлерінің бұл уәжімен келіспейді. Зауыттың тағдырына қазір араласпақ, кейін жабылып қалады деп алаңдайды. Бүгінде полиция департаментіне шағымданып, кәсіпкерлер палатасынан да көмек сұраған. Вопросы, хотя и были предметом рассмотрения, как мы... Бұл мәселені құзырлы органдар тексеру тиіс еді, бірақ ешкім көңіл аудармаған. Сондықтан дау-дамайдың әлі күнге нақты заңды жауабы жоқ. Қазір екі жақ бір-біріне кінә артып отыр. Істің ақ-қарасын шешу жолдарын қарастырамыз. Өзгеде маңызды ақпараттар: көп қабатты үйдің жертөлесіне газ генераторын жасырын орнатып, көршілерін абайсызда уландырған қарағандылық төтеншелік қызметінен қуылды. Бүтін бір үй тұрғындарының өміріне қауіп төндірген азамат жазадан құтылып кете ме деп қорыққандарға жауапты министрлік осылай жауап берді. Естеріңізге сала кетейік, 2 тәуліктен бері жарық пен сусыз қалған баспаналар пәтер жалдаушылардың бірі жертөлеге өз бетімен газ генераторын қойып, салдарынан 10 адам уланған. Зардап шеккендердің 3-і бала. Қазір 4 тұрғын ауруханада ем алып жатыр. Олардың жағдайлары орташа деп бағалануда. Елбекіде 859 әскери бөлімшесінің әскери қызметкері өзінің айтуы бойынша бұл кәмелетке толмаған балаларына тамақ пісіруге және де су қайнатуға қажет болғандықтан осындай қадамға барған. Ол өзінің кінәсін толығымен мойындайды және де министрлік тарапынан бұл қатаң бақылауда. Әскеридің өзі жасаған ісінің кінәсін толығымен мойындап, қазіргі таңда бұл қызметкер өзінің лауазымынан босатылатын болады. Мемлекеттен бір тиын алмадық. Бекіре өсірумен айналысатын Луговской жылқы зауыты компаниясы жайықта қырылған балықтарға қатысты шенеуніктермен соттасып жатыр. Кәсіпорын басшысы 2018 жылы жаппай уланудан соң мемлекет ешқандай көмек бермеді дейді. Ол кезде зауыттағы 7,5 мың келі балық қырылған. Мы занимаемся порядка 8 лет. Біздің кәсіпорын 8 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы күнге дейін бекіре балықтарының 100 тоннасын өсірдік. 2018 жылы балықтар уланып, қазір 20 тоннаға жуық қана қалды. Өз күшімізбен қайта қалпына келтіруге тырысып жатырмыз. Себебі мемлекетте кінәлі деп танылған компания да көмектеспеді. Балықтардың азығына арналған субсидия да мүлде берілмеді. Шаш етектен шығынға батқан кәсіпорын қанша әрекеттенсе де бұрынғы өндіріске жете алмай келеді. Мұна кадрларға қазір қарасаңыздар, бұл шаруашылықтың 2018 жылға дейінгі өнімі. Қасында қазіргісі. Салыстырмалы түрде қарасаңыз, балықтың азайғанын байқау қиын емес. Сәлден соң осы компанияның өкілі тікелей байланысқа шығып, сот процесі туралы жалпы қазіргі жағдайлары жайлы айтып береді. Министрлік өкілдері де байланысқа шығады. Ал әзірге Атыраудағы тілшіміз Динара Жоламан қызының бейне материалын көрейік. Әріптесім өңірдегі балық шаруашылығының барлық мәселесін тізіп шықты. Өңірдегі Амангелді балық өсіру шаруашылығы шетелге жылына 3000 тонна балық экспорттайтын. Десе де карантин кәсіптердің нәсібін қысқартты. Өйткені экспорт көлемі азайып, біраз шығынға батқан. Және күзгі балық аулау маусымы да көңіл көншітпепті. Суда балық аз. Осы күзгі сезон маусым өте нашар болды.
мына пандемияның мына несіне саласына несіне мына не салдарына мына не қосылды бізше. Балық та дұрыс болмады. Себебі жайықта су жоқ. Жайықта су болмағасын балық кірмейді жайыққа. Түскен балық деген өте аз, 25-26% ауладық. Ол деген енді өте аз болып тұр бізге. Негізінен күз кезінде біз көбірек аулайтын едік. Бізде мына Россия, Украина жақсы алатын еді. Енді Европа алатын еді. Біздер экспортный номермен біздер Европада шығарамыз ғой. Енді сол бүкіл показательдермен экспорттың кішкене азайды. Бұл мекеме өткен айда балықшылардың 2 айлық жалақысын бере алмай қиналған, кейін 600 миллионға бағаланатын зауыттарының бірін кепілдікке қойып, Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына несие рәсімдепті. Осылайша бірте-бірте жұмыстары енді қалыпқа келуде. Десе де өңірде 15 жылға жуық уақыттан бері шешілмей келе жатқан мәселе бар. Ол бекіре балық өсіретін 2 бірдей зауыт. Мұнда кәсіпорындар қирап құлағалы тұрмағанмен, өндірістің бірде-бір рет техникалық базасы жаңғыртылмаған. Ескі құрылғыларды реттеп ұстап отыр. Жергілікті атқамінерлер де, министрліктегілер де бұл мәселеден хабардар. Өткен жылы үкімет басшысы арнайы келіп, жағдаймен танысып кеткен, бірақ әзірге еш жауап жоқ. Бұл завод кезінде енді кішкене асығыстау салынған. Қазіргі жағдайда бұл завод біздің қазір Атыраудағы 2 заводымыз, жылына 7 миллион шабақ жіберіп отырмыз. Бірақ енді қазіргі жағдайда бұл 2 заводты да қайта жөндеуден өткізу керек. Біз енді 7 миллион біз Қазақстан үшін аз деп есептейміз. Где-то бір 13-15 миллионға жеткізуіміз керек. Су айдайтын насостың установкамыз бар, трансформаторымыз бар, мынау тоқтың айналасы бар. Солардың бәрін жөндеу керек қайтадан. Бұл кәсіпорынға үкімет бір жылға 120 миллион теңгедей қаржы бөледі. Оның 80% тек жұмысшылардың жалақысына жетсе, қалғанына су маржандарының қорегі алынатын көрінеді. Сондықтан әзірге мұндағы балық саны да көбеймейді. 2 зауыттың да жағдай тек мемлекет қолдауымен ғана шешіледі. Жалпы Атырау балықшылары айдыннан жылына 13 мың тоннадан астам су маржанын тереді. Бірақ олар табиғатқа тәуелді. Яғни өзендер мен теңізде балық болса, кәсіп жүреді, болмаса жоспары орындалмайды. Ол үшін тауарлы балықты дамыту керек. Десек те 2019 жылғы Жайық өзендегі апаттан соң бұл кәсіпке деген сұраныс азайған. Сол кезде шарбақты шаруашылықтар 103 тонна бағалы бекіре балығынан айырылып қалған еді. Динара Жоламанқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен бизнес, Атырау облысынан. Әріптесімнің бейне материалынан бұл салада қордаланған мәселенің аз емес екенін көрдік. Мұндай проблема еліміз бойынша бар екені белгілі. Түйткілдің түйіні қашан тарқатылады? Жақында қайта құрылған балық шаруашылығы комитеті саладағы сан сауалды шеше ала ма? Бұл сұраққа қымбатты көрермендер сіздерде жауап бере аласыздар. Ол үшін ұялы камераңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR кодты сканерлеңіз, ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жердегі сауал балық шаруашылығы комитетінің қайта құрылуы салада нені өзгертеді? Бірнеше нұсқа бар. Салаға бөлінетін субсидия көлемі артуы мүмкін, жемқорлық қаупі көбейеді, саладағы мәселелер шешіліп, өндіріс артады, балықтың бағасы арзандайды. Ештеңе өзгермейді деген нұсқа бар. Қымбатты көрермендер, сіздер өз нұсқаңызды таңдап, пікір қалдыра аласыздар. Ендеше белсенділік таныта отырыңыздар. Ал мен айта кетейін, біздің елімізде балық шаруашылығы комитеті жаңадан құрылған жоқ. 2014 жылға дейін жұмыс істеді. Ол кезде ауыл шаруашылығы министрлігіне қараған. Еске салайын, комитет таратылмай тұрғанға дейін төрағалы қызметті атқарған 2 адам жанжалмен орындарынан кетті. Ол Қанат Сүлейменовке 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде шамамен 1 миллион теңге шамасында жаза ретінде жазылса. Оның алдындағы шенеунік Рамашев және төраға орынбасары Шотқараев елдің биоресурстарына немқұрайлық танытты және зиян келтірді деп айыпталды. Біз сот шешімнің қорытындысы туралы сұратқан едік, әзірге ресми жауап келмеді. Жалпы сол кезде жұмыс істеп тұрған балық шаруашылығы комитетін таратуға не түрткі болды? Қайта құрылымдалған соң не өзгереді? Дәл қазір жауапты министрліктің өкілінен сұрап білеміз. Сондай-ақ Skype арқылы балық шаруашылығындағы мәселелер туралы айтып беретін кәсіпорын өкілі де бар. Ендеше таныстырып өтейін. Skype арқылы байланыста Шыңғыс Ахметов, Луговской жылқы зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық директоры, Аян Мейраш, экология, геология, табиғи ресурстар министрлігі, орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы. Сәлеметсіздер ме? Шыңғыс Сәрсенбайұлы, қырылған бекіре балығының өтемақысын алмағандарыңыз рас па? Қанша қаржы өтелмей қалды?
қысқаша айтып өтетін болсақ, 100 тоннадан артық балық сол кезде қырылды, жаппай қырылды. Сол 1,5 миллиардтаған ақша соттың шешімі бүгінге дейін жоғарғы сотқа дейін шықтық, сол жоғарғы сотта қаралып отыр. 2 жыл болды. Ал жергілікті әкімдікпен не үшін соттасып жатсыздар? Жергілікті әкімдік ТО Атырау су арнасы осы немқұрайлығы артында осы қырылу пайда болып отыр. Сол үшін бұл мекеменің акиматтың меншігінде сол мекеме. Сол үшін акиматты шақырып отырмыз жауапқа. Сонда қазір сіздер осы күнге дейін бір тиын өтемақы алмадыңыздар? Иә, бір тиын алған жоқпыз, әлі шешілген жоқ. Ал өндірісті қайта жандандыра алдыңыздар ма, жоқ па? Қысқаша Жамбыл облысында кішкене бір УЗВ деген базамыз бар еді, сол жерде кішкене поголовье қалған, соны көбейтіп жатырмыз. Мүмкіндігі бар. Аян мырза, елімізде менің білуімше 1000-нан астам балық шаруашылығы бар екен. Оның дені Атырау, Алматы, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында. Біздің ел үшін олардың өндіріп жатқан өнімдері жеткілікті ме? Қайырлы күн, нақтылап айтсақ, 1000-нан астам емес, 1000-ға дейін 994 балық шаруашылығы бізде тіркелген зауыттары. Шынымен қазіргі таңда жеткілікті болатын болса бізде импорт болмайтын еді. Қазір біз бүгінгі таңда 43 мың тоннадан астам балықты импорттаймыз. Оның есесіне 30 мың тоннаға жуық балықты экспортқа шығарамыз. Сондықтан бұл балық шаруашылығын дамыту өзекті мәселе болып қала береді бүгінде. Жалпы өздеріңіз білесіздер, бірінші қыркүйектегі Қазақстан Республикасының президентінің жолдауында осы балық шаруашылығына ерекше назар аударылған болатын. Президентіміз тарапынан қазіргі таңда осы балық жоспары жасалып жатыр, жобасы дайын деңгейде болады. Енді соңғы соңғы кезеңдеріне келіп бұл мәселе талқыланды. Сондықтан осы мәселе балық шаруашылығын кешенді түрде дамытады деп сенеміз. Жақында жауапты министр Мағзұм Мырзағалиев дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша жан басына шаққандағы тұтыну көлемін 16 келіге жеткізу үшін балық өсіретін шаруашылықтар саны әлде қайда көп болуы керек. Шамамен 300 мың тоннаға дейін балық өсіру қажет деді. Қазір елімізде қанша балық өсіріледі? Енді сіз жеткіліксіз дедіңіз ғой. Қазір жеткіліксіз болғанда былай түсіндірейік. Қазіргі таңда Қазақстан өте жаңағы табиғи ресурсы өте бай мемлекет қой. Біздің мүмкіндігіміз жалпы 600 мың тоннаға дейін балық өсіруге жетеді. Соның қазір балық өсіруге, шынымен балық аулауға 45 мың тонна ғана жасап отырмыз. Ал енді алдағы уақытта осы кешенді жобалардың арқасында біз осы көрсеткішті жаңағы 300 мың тоннаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Бұл 270 мың маңайында болу керек. Сонымен бұны жүзеге асыру мақсатында алдағы уақытта комитет, жаңадан құрылып отырған комитет 545 жаңа балық шаруашылығын құруды жоспарлап отыр. Және де 323 балық шаруашылығын толық қуатына енгізуге негізделіп отыр бағыт жұмыстардың. Аян мырза, ал мына енді жаңаларын іске қоспай тұрып, қазір жұмыс істеп жатқандарына қаншалықты назар аударылады, қаншалықты көмек көрсетіледі? Жөндеу жұмыстарын жасау керек. Толық қуатына енгізіледі қазір 323-не. 545 жаңадан ашылады деп жоспарланып отыр. Шыңғыс мырза, қазіргі кезде сіздерде нақты қандай мәселелер бар? Балық шаруашылығында жүргеннен кейін енді сіз егжей-тегжейлі барлығын жақсы білесіз ғой. Нақты қандай мәселелер бар? Нақты айтып өтетін болсақ, сақтандыру мәселесі бірінші орында. Жаңағы біздің жағдайымызға алып келген жағдай как-то сақтандыру системасы жоқтығы біздегі сол мәселе деп ойлаймыз біріншіден. Екінші мәселе, субсидиялар көп дайындалып неғылып жатыр, бірақ
осы соңғы біткен 20 жылды алып қарасақ, субсидияларды дайындайды, бірақ соңғы версиялары, соңғы мәселелер шешілмеген. Мысалға айтып өтетін болсақ, субсидияларды жемге береді, балықтың басына береді, басқа да түрлер бар субсидияның, бірақ оның бәрі соңын алып келіп қалғанда сатылатын балыққа алып байланыстырады. Жаңағы правила дейміз ғой, правилада жазғандай, жаңағы производствоға берілген, өндіріске берілген нені бәрібір реализацияға байланыстырады. Сол біз үшін қиын болады. Өзіңіз түсінесіз, өндірісте мысалға бір 3000-5000 балық болса, соның жылына тек қана 500 тоннасы, мысалға 1000 тонна сатылуы мүмкін. Қалғаны тамақ жемейді деген жағдай емес қой. Ветеринария субсидиялары. Сол сияқты басты мәселелер осы деп ойлаймыз біз. Аян мырза, енді балық шаруашылығы комитеті қайта құрылғаннан кейін шаруа қожалықтарына барып арнайы зерттеу жұмыстары, сараптама жүргізілетін шығар, иә? Қазіргі таңда бұл мәселе назардан тыс қалып жатқан мәселе емес, кенжелеп тұрған дүние деп айтуға келмейді. Қазіргі таңда біз кешенді балық шаруашылығын дамытудың кешенді жоспарын жасап жатырмыз. Бұл мемлекеттік бағдарлама, және де мемлекеттіктің ішінде әр өңірлерде өңірлік бағдарламалар болады. Бұл зерттеу жұмыстары да жасалады, талдау жұмыстары да жасалады. Әріптесіміздің айтып отырған мәселелері де осы кешенді бағдарламалардың ішінде қарастырылады деп ойлаймын. Жалпы бірақ проблемалы шаруа қожалықтары туралы білесіздер? Сұрақтар бар. Енді экология министрлігі балық шаруашылығын ынталандыру үшін 6 миллиард теңге сұрады жақында. Комитет енді ғана құрылып жатыр, тіпті әлі төрағасы да жоқ, иә, менің білуімше. Бұл қаржы қандай есептен шықты? Комитет шынымен сіз айтып тұрғанда енді құрылып жатыр, бірақ қаржы балық шаруашылық саласына қарай бөлінеді. Бұл жаңағы біз айтып отырған 545 жаңа балық шаруашылығының құрылуына, субсидияларға, бұл заңнамалық актілерді реттеуге, басқа да бағыттарға жасалады. Енді әуел басында сөз уағдаласқан кезде менен есеп туралы сұрақтар болады деп күтпеді. Егер де алдын ала сұрасаңыздар, біз сізге толыққанды бөлшектеп, жіліктеп айтып беруге дайынбыз. Менің білуімше сіздің орныңызға арнайы осы саланы жақсы меңгерген маман шығуы тиіс еді, иә? Сондықтан біз сол кісіден сұрап білеміз деген ойда едік. Иә, ол да бар. Қазір енді тығыз уақыт. Жақсы, алдағы уақытта енді бұл сұраққа жауап ала жатырмыз деген ойдам. Менің білуімше біздің елден көксерке еті Еуропалық одақ елдеріне, оның ішінде Германия, Нидерландыға экспортталады. Қақталған сүрленген өнімдер Ресей, Украина, Литваға, Қытайға және басқа елдерге жіберіледі. 2019 жылы 30 мың тонна балық өнімдері экспортталса, импорт көлемі 43,5 мың тонна болған. Ал өткен жылы импорт 45 мыңға көбейген. Экспорт сол көлемде 30 мың тонна. Оны мына алдарыңыздағы сызбадан анық көре аласыздар. Экспорт көлемі неге өзгеріссіз? Балық жеткіліксіз бе, әлде бұл өзге де проблемалар бар ма, Аян мырза? Бұл жерде біз ескере кететін тағы бір мәселе бар. Біз алыс жақын шетелдің 36 еліне балықты экспорттаймыз қазіргі таңда. Бірақ балықтың көбісі, осы экспорттың басым бөлігі біздің Қазақстанда шығарылатын көксерке филесіне байланысты. Жалпы Еуропадағы елдерінде, Германия, Нидерланд елдерінде өте жоғары деңгейде бағаланып, бұл балық диеталық тұрғыдан өте жоғары бағаға ие болғандықтан осы балықпен күн көріп отырмыз. Ал қалған балықтар бұл өз ішінде де өндіріледі басқа мемлекеттердің. Сондықтан олар өте аз. Түсінікті. Енді біз халықтың пікірінде сұрамақ ниетте оларға арнайы сауалнама жүргізген едік. Балықты қандай бағада сатып алып жүрсіз? Жауабын бірге тыңдайық. Жоқ, мән бермеймін осына. Балық көп болды алмағалы. Білмеймін қазір қаншадан екен бағасы. Балық алмаймыз біз. Соғым сойма бет қара жеп отырмыз. Енді бұл балықтың бағасы қазір әрине өсіп тұр. Кішкене болсын, қандай да болсын, ол халықтың қалтасына кішкене ауырлау тиеді. Шын айтқанда қымбат. Қымбат. Біз
Біздің это Зайсана, біздің озера, все біздікі ғой. Қалай бәрін қымбаттайды қымбат баға. Мен балық алмаймын. Бір балық алсақ 3.000-4.000 теңгеге аламыз ғой, 700.000 теңге, 1.200 теңге. Соңғы рет алғанда, по-моему, 1.200 или 1.300 алдым. Қазір бәрі қымбат қой, қымбаттаған дұрыс шығар. Понедельник күні арзан дейді, басқа күндер алмайды. Байқап қарасаңыздар, біздің халық балықты өте аз тұтынады. Ол бір жағынан бағасынан болса керек, екінші жағынан бірқатар мәселелер бар. Бұл жерде енді Телеграм каналының сауалнамасына келсек, балық шаруашылығы комитетінің қайта құрылуы салада нені өзгертеді? Бүгінгі сұрақ. Бірнеше нұсқа бар, салаға бөлінетін субсидия көлемі артуы мүмкін, жемқорлық қаупі көбейеді, саладағы мәселелер шешіліп, өндіріс артады, балықтың бағасы арзандайды, және тағы бір нұсқа ештеңе өзгермейді деген екен. Көбі 44% осы соңғы нұсқаны таңдапты. Ал пікірлерге кезек берсек, армандауға болмай ма, балық бағасы арзандайды деген нұсқаны таңдайын депті бір оқырманымыз. Және тағы бір пікірге кезек берсем, балық еті арзандап, халықтың ағзасы дәруменіне байып, денсаулығы күшейіп, ойлау қабілеті жақсарады. Нәтижесінде экономикамыз жақсарып, халқымыз байып, әлемдегі үздік 7 ел қатарына қосыламыз деген позитивті пікір қалдырған екен. Енді алдағы уақытта дәл осылай болады деп сенейік, өйткені балық шаруашылығы комитеті қайта құрылып, осы саладағы бірқатар мәселелер оң шешіледі деген ойдамыз. Бұл қатарда әрине Луговской кәсіп орны болады деген сенімдеміз. Қымбатты спикерлер, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет, амандықта жүздесейік. Жаңалықтарымызды өзге де ақпараттармен жалғастырамыз. 12-ші мәрте жасақталған үкімет құрамына кірген қос министр ант қабылдады. Парламенттегі 4 сөйлемді айта алмай, масқарасы шыққан депутаттардан сабақ алса керек, Әсет Ерғалиев пен Серік Шапкенов барынша қателеспеуге тырысты, яғни алдына қойылған мәтінді мүдірместен оқып берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілігін қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықта беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант етемін. Қос министр де анты өз кабинеттерінде тұрып, яғни онлайн форматта қабылдаған. 41 жастағы Серік Шапкенов Біржан Нұрымбетовті алмастырып, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарады. Ал үкіметтің ең жас мүшесі атанған 34 жастағы 4 диплом иесі Әсет Ерғалиев ұлттық экономика министрлігіне басшылық етеді. Оған дейін бұл стратегиялық маңызды ведомствоға Руслан Дәленов 2 жыл жетекшілік жасаған. Жалпы қайта жасақталғаннан кейін Асқар Маминнің командасындағы 18 министрдің 16-сы өз креслосын сақтап қалды. Сондай-ақ үкімет басшысының енді 4 орынбасары бар. Қатарға сыртқы істер министрлігі міндетін қоса атқарып, вице-министрлікке Мұхтар Тілеуберді тағайындалған. Мемлекет басшысының өкімімен 8 министрліктің жауапты хатшысы қызметтерінен босатылды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайты хабарлады. Енді олардың міндеттері министрліктердің аппарат басшыларына жүктеледі. Қаперде болса, жауапты хатшы институтын тарату жөніндегі тапсырманы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі берген болатын. Өткен жылы мәжіліс тиісті заң жобасын қабылдады. Құжатта негізгі мақсат мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының жауапкершілігін арттыру көзделгені жазылған. Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданының тұрғыны Ару ана бизнесте танылу отандық номинациясының иегері атанды. Бизнес саласында атасын өрге домалатып отырған іскер әйелдер қауымына үкімет қолдау көрсетіп келеді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының Шығыс Қазақстан облысы бойынша өкілдері номинация иегерін арнайы құттықтап қайтты. Өңірде іскер әйелдерге өз ісін бастасам деген көп балалы аналарға қолдау көрсетіліп келеді. Демек бизнес саласына қадам жасаймын деуші кез келген азаматша бұл саланы меңгеріп, толыққанды білім алып шығуға мүмкіндігі бар. Бұл тұрғыда Нұрғалиевтер әулетінің, оның ішінде Гүлжан Құдайбергенқызының өмір жолы көпке үлгі бола алады. Ол кісі өзі биыл әкесінің атына, әкесі көп жыл осында жол жағдайында жұмыс істеген, жол бөлімінде. Соған бүгін ол кісі атына үлкен паркты мектептің жанына
жолдарын салып, халыққа өте үлкен өнеге жасатты. Және де Гүлназия Құдайбергенова, өзінің әкесі Құдайбергенов Нұрғалиевтің атына көше берілген, сол көшені тұтас өз қаржысына полностью жаңағы асфальттап өткізіп берді. Аудан әкімінің сөзінше, кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп қолға алынған бағдарламалар өз жемісін беріп келеді. Биылдың өзінде ауданда жас мамандарға 75 грант үлестірілген болса, туризм саласын қанаттандыру үшін ауданда 200 гектар жер бөлінген. Палата предпринимателей, в свою очередь, проводит сейчас огромную работу. Кәсіпкерлер палатасы өңірдегі іскер әйелдер санын арттыру үшін ауқымды жұмыстар жүргізуде. Көп балалы аналар отбасылық бизнестің өрісін кеңейтуде. Тек қаржылай емес, бастау бизнес арқылы білім беру, іскерлік қарым-қатынас орнатуға жол ашады. Қазір көптеген отбасылар жұмыспен қамту жол картасы 2025 бағдарламасы арқылы гранттық қаржыландыру алып отыр. Бұл ретте іскер әйелдер ісі кеңшілікке қол жеткізіп келеді. Айта кету керек, Аруана номинациясы Шығыс Қазақстан облысында алғаш рет беріліп отыр. Сол сияқты өңірде жеңіл өнеркәсіп ассоциациясы құрылған. Қандай мәселе болмасын, экологиялық, әлеуметтік, қоғамдық тақырыптарда арулар алқасы әркез белсенділік танытады. Осылайша аудан өңіріне етене араласып келген кәсіпкерлер марапатталды. Қайнар Егізбаев, Елдос Шұпанов, Атамекен бизнес арна, Шығыс Қазақстан облысынан. Кітап оқуда шекара жоқ пилоттық жобасы Қарағанды облысының түзету мекемелерінде бастау алды. Өңірдегі қылмыстық атқару жүйесі департаменті облыстық прокуратурамен сотталғандарды рухани тәрбиелеу, әрі осы арқылы мерзімнен бұрын бостандыққа шығуға ықпал ететін жоба әзірлеп ұсынды. Жобаны іске асыру кезінде қоғамдық бақылау комиссиясы өкілдері де өздерінің ұсыныстарын енгізген. Егер жоба өзінің тиімділігін көрсетсе, оны барлық өңірлердегі түзеу мекемелеріне қолдану қолға алынады. Қазақстандық ауыр атлет Нижат Рахимов допингке қарсы ережелерді бұзды деген күдікпен жарыстан уақытша шеттетілді. Бұл туралы Халықаралық ауыр атлетика федерациясының баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Рахимов 2016 жылы тапсырған сынамасын алмастырды деп күдіктелуде. Сол жылы ол Риода өткен Олимпиада ойындарында жеңіске жеткен болатын. Айта кетейік, спортшы осыған дейін 2013 жылы допинг үшін 2 жылға шеттетілген еді. Егер Рахимовтың кінәсі дәлелденсе, ол ережені қайта бұзған үшін спорттан мәңгілікке шеттетілуі мүмкін. Қымбатты көрермендер, мен еске салайын, күн тақырыбына байланысты біз күнделікті Telegram каналымызда арнайы сауалнама жүргіземіз. Оған қатысу үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Күнделікті күн сауалы өзгеріп тұрады. Бүгінгі тақырып балық шаруашылығы комитетінің қайта құрылуы салада нені өзгертеді? Ол жерде бірнеше нұсқа берілген, жауаптарына қарасақ, 45% ештеңе өзгермейді десе, 27% жемқорлық қаупі көбейеді деген нұсқаны таңдаған. Ал 22% саладағы мәселелер шешіліп, өндіріс артады, балықтың бағасы арзандайды дегенді таңдапты. 6% салаға бөлінетін субсидия көлемі артуы мүмкін деген. Сондай-ақ бірнеше пікірлер де бар, оны мен оқып өттім. Қымбатты көрермендер, күнделікті біздің сауалнамаға қатысып, атсалыса жүріңіздер. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Күннің басты жаңалықтарын сағат 20 және 21:00-де көре аласыздар. Ал 14:00-де тікелей эфирге дневной формат шығады. Әріптесі Мариям Лұқпанова және журналистері назарларыңызға ең соңғы ақпараттарды ұсынуға әзір. Атамекен бизнес арнасын әлеуметтік желілерден көріп оқи жүріңіздер. Амандықта, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.